Өскеменде қала күнін бірнеше күн қатарынан тойлау соңғы жылдары дәстүрге айналып кеткен. Биыл демалыс орындары мен аулаларды абаттандыру жұмыстарын басты назарға алып, қала күні қарсаңында ашуды жоспарлағанбыз. Шәкәрім даңғылы Өскемендегі өз келбетін сақтап қалған ескі көшелердің бірі. Жаз бойы мұнда қызу жұмыс жүргізіліп, қала күні қарсаңында жаңа сквер ашылып жатыр. Мұндағы жаңа демалыс орнының ашылуын тұрғындар да көптен күткені рас. Себебі бұл жерде абаттандыру жұмыстары ұзақ жылдар бойы жүргізілмеген. Биыл бордюрлер төселіп, ғимараттардың қасбеті жаңартылды. Енді жалпы Өскемен қаласының тұрғыны ретінде қаламызда осындай атаулы шаралардың өтіп жатқанына өз басым қуаныштымыз. Қала жыл сайын өсіп, өніп, көркейіп келеді. Оны көзқарақты қала тұрғындары бәрі көріп отыр. Соның бір дәлелі бүгінгі Шәкәрім даңғылының көше мерекесі, осындағы сквердің ашылуы. Жалпы Шәкәрім даңғыры болып, бұл көше 2018 жылы аты ауысқан болатын. Содан бері Шәкәрім даңғылындағы халық, мен ойлаймын, осы Шәкәрімнің кім екенін танып біліп жатыр. Ұлы тұлғаларымыздың, Абайдың туысының кім екенін біліп жатыр деп ойлаймын. Жалпы бүгінгі мереке құтты болсын. Шәкәрім сияқты өзіміздің ұлы тұлғаларымызды тани берейік, оқиық, көңілімізге тоқиық, рухани азық алайық.